Қазақтың бірегей ханы. Ұлы дала тарихында Шыңғыс ханнан кейінгі алғашқы заңдар жинағын шығарып, ел іргесін бекітіп, иелігін кеңейткен қазақтың ханы Қасым. Бұрындық хан тұсында атақ-даңқы жер жарып тұрса да, Қасым Сұлтан ел тыныштығы мен бірлігі үшін ханға қарсы шықпаған. Бұрындық хан тұсында әскербасы болған Қасымның ерлігі мен қолбасшылық өнерін халық ерекше құрмет тұтқан. Бұрындық хан елдің наразылығынан өз еркімен тақтан бас тартқаннан кейін Қасым ақ киізге көтеріліп хан болады. Мұхаммед Хайдар Дулати Қасымның тарихи рөліне: Қасым хан бүкіл Дешті Қыпшаққа билік жүргізді. Оның халқының саны миллионнан асатын. Жошы ханнан кейін бұл жұртта Қасымнан асқан құдіретті хан болған жоқ деп баға береді. Ұлы жазушы Бабыр өзінің атақты Бабырнама кітабында қазақ халқының бұрынғы соңғы хан сұлтандарының ішінде Қасым хандай құдіретті әмірші болған емес. Оның 300 мың әскері бар еді деп жазған. Жүздеген мың әскерін Қасым хан өзгенің жерін жаулау мақсатында емес, Ақ Ордаға тиесілі жерлерді қайтару үшін жасақтаған. Қасым хан тұсында сыр бойындағы маңызды қалалар Қазақ ордасының қол астына көшеді. Жеңісті жорықтармен қатар көршілерімен табысты дипломатиялық қатынастарды орнатқан Қасым хан ішкі және сыртқы саясатты бірдей ұтымды жүргізген қазақ тарихындағы бірегей ерек тұлға.